сіздермен сабағымызды бүгін жақсы көңіл күймен бастайық. Бір-бірімізбен амандасып алайық. Ал, 1, 2, 3. Мен сағаңызды білемін, барлық денсаулық, барлығында, барлық жерде сәлем беріңіз. Отыр. Екінші жақсы жағымды көңіл күй бүгінгі біздің сыныптасымыз, курстасымыз Құралай ханымның туған күні екен, иә? Тақпаяғы. Құрметті оқушылар, студенттер, бүгінгі сабағымыз біздің жақсы бір тақырыпқа байланысты бар. Бірақ біз тақырыбымызды бастамас бұрын, жұмысымызды тапсырмаларды орындамас бұрын, немене қайталап отырмыз керек? Ережелерді қайталап. Иә? Ережелерді қайталау үшін мен сіздерге Кроссенс әдісін дайындап қойдым. Кроссенс әдісі дегеніміз, қазір естігеннен, бұл жерде сіздер ереже бойынша жұмыс істейсіздер. Так. Қанеки, әр топтан бір студент номер айтып өттіңіздер. Тыңдаңыздар. Ал, бірінші топ. Қай номер таңдайсыздар? 5-ші номер. Жақсы. Ал, тұрып жауап беріңіз. Дияр. Тұра ғой, тұрып жауап бер. Буын түрлерін ата. Буын түрлерінің ашық, бітеу, тұйын. Тұйық. Ал, Қанеки, жақсы, дұрыс. Так, екінші топ. Құралай. Біріншіні таңдайық. Бес дейміз, жақсы, көрейік. Жарайсың, қорқпаңыздар, қателесіп қалам деп қорқпаңыздар. Так, сіздер шақырсам? 8 болсын. 8 болсын дейді, жақсы. Неше жұрнақ түрі бар бізде? 4 ба? Ал, қане көрейік? Жоқ. Неше екен сонда? 2. Так, келесі топ, Русалина. 6-ны таңдайық. Сұрағын оқы. Сөз құрамын атады. Түбір, жұрнақ, жалау. Ал, Қанеки, жарайсың, Русалина, молодец. Сіздердің алдарыңызда, балалар, мен ұмытып бара жатырмын, бағалау парақтарыңыз бар. Тапсырма деген жерде әркім өзіне плюс қойып отырыңыздар. Тапсырма деген қағаз көрдіңіздер ма? Мен бақшында көрдіңіздер ма? Тапсырма деген. Сол жерде кім жауап береді? Бір-бір плюстан қойып шығыңыздар. Жақсы. Келесі топ. Кім айтады? 3 Кім? Ал, қайсар? 3 па? 3 таңдайық. Қанеки. Қазақ тілінде неше тектік бар? Қанша? 7. Ал, Қанеки. Ой, молодец, жарайсың. Бәрекелді. Келесі? 7. 9 сөз тобы бар. Қанеки. Молодец. 9 сөз тобы бар. Және 2 ұяқ шығып қалды. Қанеки? 2. Жарқын? 2? Неше бар? 5. 5 па? Қанеки? Шақырса екеуімізге не болып бүгін? Так, және соңғы? Нұршат? 8-ді шақырса айтты, дұрыс болмай шықты, 4, е? Так, антоним, синоним, амоним дегеніміз не дейді? Мысал келтіріп жүрші, антоним дегеніміз? Ақ, қара, су, әдемі, жаз. То есть, молодец, жақсы, керемет. Ал, қазір біз мынаны ашып қояйық. Дұрыс жауабын айта салар едім. 2 Жақсы. Және бағанағы біздің қалып қалған тағы бір дұрыс емес жауабымыз ол қанша болды? Неше жалғау? 4. Жалғау қалай белгіленеді сөйлемде? 4 бұрыш болғаннан кейін оның 4 түрі бар деп ескертеміз сіздерге, 4. Жақсы, молодцы. Так, осымен міне аяқталды. Кроссенс әдісіміз.
Жақсы, жарайсыңдар, молодец. Келесінде қараңыздар, бізде суреттер сөйлейді деген әдісіміз бар. Бұл суреттер сөйлейді деген әдісінде суреттерге қарап, сіздер бүгінгі тақырыпты атын айтуларыңыз керек. Не жайлы, кім туралы, қандай тақырып өтетініміз жайлы. Жақсы, келесі қараңыздар, 1 минут. Так. Вот. Мозаика әдісі. Так, 1 минут. Так, қазір екі топ. Мына топ қай топ болып есептелесіздер? Ал қанеке, не деп айтамыз? Жомарттық болайық, иә? Сіздер сараңдық болайық. Қанеке, кім келіп мына жерге жомарттық туралы суреттерді қояды? Екінші топ сараңдық туралы суреттерді қозғап орнына қою керек. Келіңіз Жасмина. Так, сіздер қарап отырыңыздар, суреттер дұрыс қойылып отыр ма? Так. Так, жарайсың, жасын оқып отырам ғой. Бірден тапсырма орындап жатқандар өздеріңізге плюс қойып шығыңыздар, жарай ма? Қағаздарыңызды ұмытпаңыздар бағалауды. Отправить ответы де қойшы. Ой, молодцы. То есть жауаптарымыз дұрыс шықты, иә? Жарайсыңдар, жақсы, молодцы, игра завершена дейді. Енді қазір біз бұл суреттер туралы сөйлестік. Сонда қазіргі суреттерге қарап, иә, қазір жасаған тапқан суреттерге қарап, және мына суреттерге қарап, бүгінгі тақырыбымыз қалай деп аталады деп ойлайсыздар? Не туралы болады? Мейірімділік, жомарттылық, сосын көмектесу, адамгершілік туралы бола ма? Қанеке, айтсаңыздар, қорқасыздар, неден қорқасыздар? Шүкіршілік ету, дұрыс. Судың да сұрағы бар деген сурет тауып беріңіздерші маған, бар ма осында? Үшінші суретіміз бар екен, иә? Мына төмендегі суретімізде не істеп тұр үлкен кісі? Әкесі сыйлық пен сыйластық болу керек, иә? Жақсы, молодцы, дұрыс. Так, келесі. Сонда бүгінгі тақырыбымыз Атымтай жомарт деп аталады екен. Ыбырай Алтынсарин, дәптерімізді ашып, күн ретін жазамыз. Тақырыпты жазамыз. Тақырыпты жазамыз, күн ретін жазамыз. Так, жаздық па? Жақсы, молодцы. Ал қанеке, бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзін кім оқып береді маған? Қайсар оқып үшін? Тақтадан оқып береді. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса адамгершілік ұтады. Адамгершілік ұтады. Кім ажырасты бұны? Әбу-Насыр. Қалай түсінесіздер бұл сонда? Қандай мағынада айтылған сөздер? Адамның басына қонған. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты дегеніміз, адам алдымен өзінің мінез құлқын жөндеу керек. Дұрыс айтасың. Мінез құлқымен адам барлық. Кез келген адаммен тіл табыса алады. Мысалы, 131-ші топтың
педагогтың бала шағасы, мысалы бала шағасы деп қояйын, балалары, студенттері кез келген ұстазбен, кез келген студенттермен тез тіл табыса алады. Себебі сіздердің адамгершіліктеріңіз мол, тәрбиелеріңіз мықты. Жақсы. Келесі. Ал енді ойлан, зерделе, салыстыр әдісі дейміз. Ойлан, зерделе, салыстыр. Жомарттық дегеніміз не, сараңдық дегеніміз не? Кім айтып бере алады? Ал, Адияр айта ғой. Жомарттық адам бойындағы ізгі қасиет деп ойлаймын. Если адамның денесінде ақпейілділік, мейірімділік және адамгершілігі болса, біз оны жомарттық, яғни шедір деп айтамыз. Денесі демей, жан дүниесі. Молодец, дұрыс айтасың. Так, ал сараңдық дегенді қалай түсінеміз? Дияр. Сараңдық дегеніміз адам қасиетінің жаман жақтарының бірі. Сараңдық пайда күнемдіктен болады. Тек қана өзім деген әңгіме айтылады. Маған, өзіме деген, сол дұрыс қасиет па? Жоқ. Ол қасиетті жеңу үшін не істейміз, балалар? Мінезімізді жөндейміз. Мінезімізді жөндеп, адам баласына жақсылық жасауымыз керек. Жарайсыздар, молодцы. Ал мына жерде қараңыздар, бізде былай деп айтылыпты. Жаңа біздің Адияр айтқандай, адам бойында ізгі қасиет, ақпейілділік қасиеттер бар. Жомарт деп атаса, оның жасалған істері жомарттық болып есептеледі. Ал сараңдық дегеніміз ол адам мінезінің нашар қасиеттер. Мына ізгі қасиеттер болса, ал сараңдық ол нашар қасиеттер болады екен. Қараңыздар, ол туындайды пайда қуған адам шыншыл да, батыл да, парызына адал да бола алмайды дейді екен. Сонда ол ешқашан жомарт адам бола ала ма? Жоқ, бола алмайды екен. Жақсы. Енді өздеріңізге түртіп отырыңыздар, керек жерлерін жарай ма? Келесі мен үйге тапсырма берген едім. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин атында жомарт әңгімесі. Солай ғой? Ыбырай Алтынсарин туралы кішігірім мәлімет. Ал, келе ғой Сарина, дайынсыз ба? Балаларға қарап айтып беріңіз. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы дүниеге келіп, 1889 жылы қайтыс болған. Ұлы педагог жазушы. 1841 жылы Торғай жерінде дүниеге келген. Ата-анасының жастайынан қалған. Торғайда, Қостанайда мектеп, училище, лицей, интернат ашқан. Атасы Балқожа бидің тәрбиесінде болған. Жақсы, жарайсың. Енді осы қағазымызды алып, тақтамызға іліп қояйық. Ал жалпы Ыбырай Алтынсарин қандай адам? Ал, Жасмина. Ыбырай Алтынсарин ол тілмаш, ағартушы, жазушы, ғалым, педагог, аудармашы, ақын, инспектор болған. Балалар, өзімізге түртіп отырамыз. Қанеке өмірбаян тез хронологиялық кесте класс ретінде жазып алайық дәптерімізге. Тездетейік. Туған жылы. Болды ма? Жақсы, келесі біздің тапсырмамыз Ыбырай Алтынсарин кім екеніне Жасмин ханым дайындалып келеді. Соны жазып алайық. Сіздерге тақтаға шығарып тұрған себебім қағаздан алыстан көрінбей қалуы мүмкін. Дияр жас болдың ба? Жаза ғой. Педагог, ғалым ақын, ағартушы, тілмаш,
үлгердік, иә? Жақсы, молодцы. Ал шығармалары жайында кім не айтып бере алады? Шығармалары туралы. Ал келе. Диагноз белсенді қатысып отырған, шығармаларындағы әңгімелеріндегі яғни тәрбие. тәлім тәрбие яғни Қандай болу керек? иә, мен өзім Ага. ұстамдық, шындық, адамгершілік, кісілік, тәсілділік, талапшылық, мейірімділік, өнер, оқу білім, достық, еңбекшіл, әділдік және қайырымдылық. Сонда бұл шығармаларындағы ең қасиетті заттар болып шығып отыр, иә? Ұстамдылық, оқу білім туралы, еңбек туралы, иә, Ыбырай Алтынсариннің әңгімелері. Тағы да қандай не туралы болады екен? Міне, атаулары шығармалар, ол қазақ хрестоматиясы, Асан мен Үстен, Кел балалар, оқылық, білесіздер ма, танисыздар ма? Таза бұлақ және әке мен бала жайлы әңгімесі. Және бүгінгі тақырыбымыз Атымтай Жомарт. Жақсы. Келесі қараңыздар, балалар. Ыбырай Алтынсариннің оқыған жері, Торғайда ашқан ең қандай бірінші ашқан мектебі, иә, алғашқы ашқан мектебі. Сосын Қостанайға барып, орыс қазақ мектебін ашатын болады. Кейіннен 2 класстық орыс қырғыз училищесі. Мына жерде біздің Ыбырай атамыз өзінің оқушыларымен суретке түсіп отыр, иә? Так, мынау мұражайы, мына жерде кесенесі. Ал енді тақырыбымыздың басын ашып алдық. Енді тапсырма орындамас бұрын, әңгімені оқымас бұрын біз жаңа сөздермен танысып алайық. Так, бізде жаңа сөздер мынандай: ағартушы, просветитель, жазып отырамыз бірден. Тілмаш, жаңа Жасмин айтып кеткендей, переводчик, ұрпақ дегеніміз не екен? Поколение, лайықсыз, неуместно, әдептілік, воспитанность, молодцы, бейшара, несчастный, иілу, склониться, тақсыр, господин. Тез-тез жазып аламыз. Сөздік жұмысын жүргізіп алайық. Жазып ба? Ал енді қазір сіздермен біз сөз маржан деген әдісімен жұмыс істейміз. Сөз маржан дегеніміз бұл да бір вортволдың бір әдісі. Қанеке, сіздердің маған көмектеріңіз керек. 1 минут. Кетіп па? Бастайық. Мына жерде жоғарыда сіздерге сөздер берілген. Сол мағыналы сөздерді мына ұяшықтарға сыйдыру керек. Кем-кетікке жәрдем беру деген қайсысын таңдап алсақ болады? Ал, Қанеке, алып кеп қосып көрейік. Жақсы. Өне бойы? Туа бойы, бүкіл бойы тәні, бүкіл тұтас денесі. Тұтас денесі. Так, бейнет? Азап, мехнат, қиыншылық. Азап, мехнат, қиыншылық. Дүние мүлік, байлық. Және соңғысы ырза. Ал, Қанеке. Ой, молодцы. Әрдің өзіне бір плюстан қойып шығыңыздар. Жарайсыздар. Молодец. Жалғастырамыз. Келесі. Атымтай Жомарт әңгімесіне келдік. Осы Атымтай Жомарт әңгімесін
Мен қазір Шахроза деген қызыма берсем оқуға. Оқулығымызды 65-ші бетке ашамыз. Қанекей. Оқулығы 65-ші бетке ашамыз. Шахроза. Пожалуйста. Атымтай Жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып жұмыс қылады екен. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады дейді. Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып, өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жарылша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мағынасы не? Деп Жомарт айтты дейді. 4 түрлі себеп бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім. Асқан дәулеті өне бойлы әдет етсең, көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімен тілдесу төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай, кемдікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып мен жұмыс қылсам, менің кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер үлгі алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өзі бейнетіммен тапқан бір-екі пұлға нан сатып алып жесем, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаланың берген дәулетін өзім сынып, тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп жеп, өзім тұтансам, мал берген иесіне кінәлі боламын деп қорқамын дейді. Бұл жерде не жайлы айтып отыр сонда? Жомарттық. Атымтай Жомарттың. Иә, Атымтай Жомарттың жомарттығы. Ал енді мен үйге Атымтай Жомарт туралы мәлімет жинап келіңіз деп беріп едім. Ал құралай. Атымтай Жомарт жалпы өзі қандай адам, қайдан шыққан адам, бір кішігірім. Атымтай Жомарт шығыс халықтары мен фольклорында кездесетін жағымды образ сипаттайтын кейіпкер. Төрт төркіні, тай тайпасының ақыны. Хаким ибн Абдурахманға саяды. Оның қай жылдар өмір сүргені белгісіз, алайда оқырмандар арасында, ақындар арасында 6 ғасыр өмір сүрген деген болжам бар. Атымтай Жомарт шығармалары ерте кезден белгілі болған. Жақсы. Ерте кезеңнен белгілі болған екен. Міне Атымтай Жомарт деген кісі мынандай адам екен, еңбекқор адам болған екен. Көрдіңіздер ме? Так, жақсы. Енді мына әңгімелерінен мән беретін болсақ, кішкене сюжеттік, жанрлық сипаттама берсек. Талдау жасап жіберейік. Біріншісі қараңыздар, хикаят әңгіме. Бұл әңгімеде хикая бар ма, Жасмин? Хикаят әңгіме, қараңыздар. Қай жерде? Қандай жерінде? Не деп тұр? Не дейді міне? Онда Атымтай Жомарттың Өмірі әңгімелері. Хикая ғой енді ол деген. Болған жағдай ғой, тұрып айтау. Хикая әңгіме. Онда Атымтай Жомарттың өміріне әңгімеленеді. Оның жомарт болу себептері баяндалады. Баяндалады ғой. Әуелгісі, біріншісі, екіншісі, үшіншісі деп айтып кете ма? Айтып кетеді. Жақсы, жарайсың, отырау. Ал қиялға жайым ертегісі деген қалай түсінесіздер? Жанай. Так, Дилмұхамед. Қиялға жайым ертегісі мұнда Атымтай Жомарт бай, таусылмас қазына иесі. Ол жерде қалай суреттеледі? Бай адам болып суреттеледі, бай адам болып. Ал жақсы, келесі. Тұрмыс салт ертегісі дейді. Жаңа біздің Дилмұхамед айтып отыр, бай адам болып есептеледі дейді. Ал мына жерде не дейді? Тұрмыс салт ертегісінде. Шынайы. Қандай адам екен? Атымтай Жомарт бала, қараңыздар, жалпы өзі тақыр кедей адам екен. Көрдіңіздер ме? Сонда да қол ашық адам бейнесінде. Өзінде ештеңе жоқ болса да, басқаларға көмек береді екен. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі, қараңыздар. Осы біздің сіздер түртіп отырсыздар ма өздеріңізге? Молодцы. Келесі, қараңыздар. Қоғамдық әлеуметтік мәселеге келетін болсақ. Қоғамдық әлеуметтік мәселе. Мына біздің бөліміміздің атауы жұмыссыздық деп аталады ғой. Бөлімнің атауы жұмыссыздық туралы. Енді жұмыссыздық болғаннан кейін Атымтай Жомарт әңгімесі ол еңбек туралы. Солай ғой. Енді біріншісі ол адал еңбек, екіншісі көрдіңіздер ме қандай мәселе көтеріледі? Әлеуметтік теңсіздік көтеріледі, бай мен кедей, дұрыс па? Үшіншісі тәрбие бола ма? Бар. Тәрбие бар ма әңгімеде? Бар. Және иман мәселесі.
мұсылман болғаннан кейін. Дұрыс па? Дұрыс. Ал енді адал еңбек дегенді қалай түсіндіре аласыздар? Адал еңбек, ал Қайсар айта ғой. Адал еңбек. Атымтай өзі Мәлімде бар, иә, сол айтып бере ғой. Атымтай өзі есепсіз бай бола тұрып, өзі ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп аралап, өзі жұмыс қылады екен. Сол туралы, иә? Жақсы. Келесі, ол әлеуметтік теңсіздік. Міне қараңыздар, біріншісі дұрыс па екен? Дұрыс екен, иә? Атымтай өзі бай бола тұрып, еңбек қылады екен дейді. Ал екіншісі бізде әлеуметтік теңсіздік. Әлеуметтік теңсіздік деген туралы не айта аласыздар? Дилмұхаммед, давай. Оқып бере аласың ба? Оқулықта бар ма екен? Оқып бере ғой. Оны алады оқулықта. Құдай берген дәулетіңіз бар, ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жағылша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мағынасы не? Деп жомарт айтты дейді. Төрт түрлі себеп бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті өне бойы әдеп етсең, көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жерініп көз салмай кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Қараңыздар, сонда мына жерде әлеуметтік теңсіздікке бұл бай келеді ғой жаңа, жұмысбасты және жұмыссыз дегендей болады, иә? Сонда айтқан сөздер дұрыс па екен әуелгісі? Не дейді? Сонда ол әдемі киініп дейді, әдемі атқа мініп алсам не боламын дейді. Ұмытып қалу мүмкін дей ма? Өзімді ұмытып қалу мүмкін дейді, иә? Жақсы, үшіншісі біздің тәрбие мәселесі. Ал, Жасмин? Тәрбие мәселесі бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер үлгі алсын деймін. Так, қанеке көрейік. Дұрыс, тәрбие мәселесі бар бола тұрып, жұмыс қылсам, мұның кемшілікке емес екенін біліп, кейінгілерден үлгі алсын деймін. Сонда бар болса да мен не істеуім керек дейді? Өзімді қатты жоғары көтермеуім керек. Өзім адамгершілігін сақтап қалу керек деген мағынасы дейді. Жақсы, молодец. Келесі иман мәселесі туралы кім айтып бере алады? Оқып бере алады, Арнұшын. Иман мәселесі не туралы? Құдай тағаламның не дейді? Құдай тағаламның берген дәулетін өзіміздің тиісті орында Оқулықта бар ма осы жерлері? Мал берген есіне кінәлі болармын деп қорқамын. Нұрша, сен кішкене көңілің басқа жаққа ауып кеткен үшін сенің тұрғызып отырмын, иә? Сабаққа назар аударып отырады. Сонда Құдай тағаланың берген дәулетін өзімсініп дейді. Иә, Алла тағаланың бергенін өзімсініп, тиісті орындарда жаратпай, то есть бергенді тиісті жарата білу керек екен. Солай ма? Ой, берді ғой, менде бар ғой деп кез келген жерге шаша беруге болмайды екен, иә? Сонда өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын дейді. Сонда ол тек қана немене дейді? Менде барымды басқаларда болсын деген сөз әңгіме айтып отыр, иә? Жақсы, жарайсыздар, молодцы. Енді алдарыңызда сіздерде тапсырма бар, кейіпкерлер әлемі әдісі бойынша. Сіздер қазір кейіпкер бейнесі кім болып тұр? Главный герой у нас. Кто здесь? Атымтай Жомарт. Жарайсыңдар, молодцы. Атымтай Жомарт. Атымтай Жомарттың қандай себептері болған? Ал? Бірінші себеп. Барлыққа жаман үйреніп, кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқады. Екінші себеп. Бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, кейінгілер маған қарап үлгі алсын дегені. Үшінші себеп. Еңбекпен табылған дәннің тәттілігі, сенімділігі болатынын айтты. Дәулетті тиісті орындарға жаратпасам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқады. Сонда мінездемесі қандай болып тұр? Мінездеме. Қайырымды қолы, ашық кеткен мырза, қанағатшыл, еңбекқор, жомарт адам. Молодец. Сонда қараңыздар, тексеріп жіберейік. Дұрыс болып шықты ма? Қанағатшыл, еңбекқор, жомарт адам. Солай ғой мінездемесі. Жақсы, келесі. Сіздерде тапсырма берілген.
Жомарт, қанағат, дәулет деген мағынасы және мақал мәтел жазу. Қанекей сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Бәріміздің алдында тапсырма бар. Көрдіңіздер ма? Қанекей. Міне. Міне тапсырма. Сіздер не істеулеріңіз керек? Сөз. Қандай сөз жазылсын? Жомарт, қанағат, дәулет. Сіздер соның мағынасын ашуларыңыз керек. Және оның не істеу керек? Сол жайлы мақал мәтел жазуларыңыз керек. Қанекей 7 минут беріледі. Жазыңыздар. Давайте 7 минут, да, попишите. Тездетейік. Кім оқып береді? Тездетейік. Уақыттығыз. Русалина оқы. Русалина оқы. Жомарт. Мағынасы қайырымды, мейірімді, қолы ашық. Мақал мәтел. Жомарт бергенін айтпас, шын жомарт жоқтығын білдірмес. Жақсы, молодец. Қанағат дегеніміз не? Тез қайсар? Қанағат мағынасы шүкіршілік етіп, қолдағы барға риза болу. Жақсы. Мақал мәтел қанағат қарын тойғызар, қанағатсыз жалғыз атын сойғызар. Жақсы, дәулет дегеніміз? Молодец. Дәулет мағынасы байлық, игілік, қазына. Мақал мәтел еңбексіз келген дәулет, емсіз жабысқан дертпен тең. Осы жомарт, қанағат, дәулет бүгінгі тақырыбымызға байланысы бар ма? Тақырыбымызбен. Байланысы бар ма? Бар, жарайсыздар. Жақсы. Енді мен сіздерге үйден осы жомарттық пен сараңдық туралы мақал мәтел дайындап келіңіздер деп едім. Біз бүгін сабақта отырып топпен өздеріңіз мақал мәтел жазыңыздар. Ал үйден дайындап келген мақал мәтелдеріңіз бар ма? Ал, құралай. Іші тарлық сараңның ісі, жалақорлық жаманның ісі. Мағынасы қандай? Іші тарлық сараңның ісі дегеніміз, іші тар адамның ешқашан сыртында жақсылығы шықпайды. Жалақорлық жаман ісі дегеніміз, біреуге жала жапсаң, ешқашан жақсы болады. Жақсы, молодец. Так, скотчты аламыз да, клейтіп қойып, белгілейік. Өздеріңіз баға қойып отырсыздар ма өздеріңізге? Жақсы. Так. Жомарт елге ел алғысын төгеді, сараң атын естісе жұрт сөгеді. Бұл мақалда жомарт адам қандай ол? елге танымал және де қайырымды, қарапайым болады. Ал сараң адам өзін ғана ойлап қалған және де жұрт оны енді ұнатпайды ғой, жұрт оны ұнатпайды ғой сараң адамдар. Демнем, келесі тағы бар ма? балық бастан бұзылады, сараң астан бұзылады. Осыны қалай түсінесіздер? Балық бастан, сараң астан. Жоқ, түсінеді ғой енді. Сараң астан дейді. Сонда егер сен, если ты будешь скупым, у тебя, ты будешь экономить на еде, правильно? Тамақта енді эконом жасайсың ғой, ой, мен көп кетіп қалды, көп ет көп турап тастадым, пиязды көп турап тастадым, сонда тамақ не болып кетеді? Дәмі бола ма? Болмайды. Сол мағынада айтылғандай болып тұр ғой. Жақсы. Сонымен, сіздер бүгін сабақта не түсіндіңіздер? Дұрыс шықты ма, қараңыздар? Іші тарлық сараңның ісі дейді, бар екенсіздерде.
Бүгін мысалы біз сіздермен көп мәлімет алдық. Bir 40 минутта сіздерден көп мәлімет алдық. Солай ма? Сіздердің алдарыңызда қаламдар тұр. Көрдіңіздер ма? Қаламдар. Қанекей көрсетіп жіберейін. Қызыл, сары. Қараңыздар. Сіздерде қызыл, жасыл, сары түсті сіздерде қаламдар тұр. Сол қаламдарды мына біздің портфельдерге салу керек. Жасыл түсті мен барлығын түсіндім. Қызыл түсі түсінбедім, сабақты мысалы. Ал сары тағы не дейді? Енді ғана түсініп келіп едім, сабағым аяқталып қалды дегенде болады. Сонда мына қаламсаптың көріп тұрсыздар ғой, белгілі орны бар. Сол жерге өздеріңіз есімдеріңізді жазып, мына сөмкелерге салып қойыңыздар. Ал қанекей. Так. Так, по одному столовыйға тұрғандай тұрмаңдаршы. Бір-бірден, ақырындап. О, мен балаларым бәрі Так, сонда бізде бүгін барлығын түсіндім деген нәтиже болып тұр ғой. Енді қараңыздар, сіздерде мына жерде өзін-өз бағалау парағы бар. Екіншісі. Көрдіңіздер ме? Бірінші ол балл болып шықтыңыздар, екіншісі тұр. Осы екіншісі парағынан сіздер қазір 1 минут түсіндірем. Бүгінгі сабақтан ұққан 3 тірек сөз. Қандай тірек сөздер білдіңіздер? Сол тірек сөзді мына қағазға түсіріңіздер. Так, жазамыз. Қандай 3 тірек сөз? Так. Жаздық па? 3 тірек сөз. Сабаққа қатысты. Екіншісі әрине өздеріңіздің дарынды балаларыңыз бар ғой, мұнда сұлып салмақындар да болуы мүмкін. Бүгінгі сабақтан ойға түйген 2 ұғым. Қандай ұғым алдыңыздар? Понятия, какие вы сегодня для себя взяли, ребят? Да, о чем? Ага, давай. Кем болған, кем болмайды дейді ғой. Ой, молодец, дұрыс айтасың, молодец, Алия. Бүгін сабақты өте белсенді қатысыңдар. Жарайсыңдар. Так. Және тағы біреуі, ол бүгінгі сабаққа қатысты сұрақ. Маған бір сұрақ жазып қойыңыздар. Мен қазір сіздердің жұмыстарыңызды, бағаларыңызды жинап алып, сол сұрақтарыңызға келесі сабақта жауап беремін. Түсінікті ма? Маған бір сұрақ қойыңыздар. Сабаққа қатысты. Шахруза. Сабаққа қатысты, е? Және сіздерді қызықтырған не? Және бүгінгі сабақтан алған бағаңыз. Өзіңіз қандай баға алдыңыз деп ойлайсыздар? Қоя беріңіздер. Өздеріңіз қандай баға алып екен, осындай баға алсам екен деген оймен қойып қойыңыздар. Мүмкін менің қойған бағам сіздермен сәйкес келетін шығар.